Ассалаумағалейкум құрметті достар, сендермен видео артында отқан бұл мен Нурик және де YouTube өлке жолы рубрикасының 9-шы бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан түсініп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен фам ашатын боламын және де фамаға автопарк істейтін боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан видеоны тайқанса қарап, лайктарыңды басып, арнама тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Давайте осы айдың соңына шейін 700 подписчикке тезірек жетейік. Сразу правительствоға жиналып алып, қазір фам ашайын деп жатыр. Осы Краш деген бала, яғни бұл YouTube канал ашқан болатын, баха ютубер. И осылай, ол баланың каналын мен осы видеоның описаниясына қалдырып кететін боламын. И мінекей қазір маған ол трейдпен 1 700 000 рублей береді және осы автопарк жасауға тоже көмектесетін болады. Мінекей достар, маған трейд арқылы 1 700 000 рублей беріп жатыр. Қазір біздің қолымызда 3 миллион болды. Енді қазір біз фама ашамыз, бірақ достар, фама ашқан кезім видеоға түспей қалыпты, әрине өте өкінішті. Дәл жаңағы Краш Қалмаханов, яғни Баха деген бала маған дәл осы 2 машинаны обмен арқылы тастап, яғни фамаңа қоссын деп дәл осы 2 машинаны берген болатын. Краш, сен бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. И мінекей достар, біз сразу фаманы ашып алып, и мен Краш Қалмаханов, яғни Баха деген балаға мен зам беріп қойған болатынмын, и сразу осы жақтан квартира алып, оны қазір фамаға қосып қоятын боламын. Нижегородтың больницасына шықсам, осы жақта мені 2 подписчигім күтіп алды, яғни қазір трейд қосшы деп жатыр. Қазір маған трейд лақтырды, и трейдін қабылдаймыз, әрине қазір не беретінін көретін боламыз. В общем, мінекей маған 50 000 рублей және де дәл осындай аксессуарлар мен катана, в общем, анау барлығын беріп жатыр. Ерам Мырзабай, сен бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. Ол ма достар, трейд арқылы бергенмен қоймай, и мына жақта тағы да 1000 рубльдан беріп жатыр. Подписчиктерің осылай подарки беріп отырса, әрине қуанасың. И қазір қанша берген айтатын боламын соңында. Трейдпен 50 000 рублей берді және былай бізге 42 000 ба сондай рублей берді, 44 000 ба, в общем сондай. И общий қосқанда бізде 94 000 рублей беріпті. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, Ерам Мырзабай, саған үлкен рахмет. Мінекей достар, өздерің көріп тұрғандай, мен қазір жаңадан квартира сатып алайын деп жатырмын. Ана квартира бізде госқа ұшып кетті, яғни 2 күн срок берілді. И сол кезде мен аренданы төлеуді ұмытып кеттім. И мына жақта 500 000 рублейге высокий класстан квартира сатып алып жатырмын. Сразу домашний аптечкаға шейін улучшить етпейміз осы квартираны. Сосын біз бұны фамаға қосып қоятын боламыз. Фамаға Марк 2 деген машина алған болатын, және оны қазір фамаға қосып қоямыз. Бірінші дәл осы жерге парковать етіп қою керек. И қазір біз оны фамаға қосамыз. Мінекей карды жазамыз и добавить в аптечкамды 10-ші тұрған, яғни соңғы тұрғанды басып, и осылай фамаға қосып қоятын боламыз. Квартирамыздың қасына дәл осы жерге парковать етіп қоямыз, яғни дәл осы мерісті. Енді біз оны карды қазір добавить в аптечкамды басамыз и фамаға қосылатын болады қазір. Мінекей қосылды. Енді сразу фамаға қосқаннан кейін бізде ранкын түсіріп қою керек. Бірінші ранкта тұра берсін, әзірше бірінші ранк бола береді. Ақшамен қуаттап Линка Спорт деген машинаны алып алған болатынмын, 40-ші левелға жетіп, и мына жақта ежедневный кейспен сол Линка Спорт деген машинаны алып жатырмын. И мінекей достар, бұл машинаның жүрісі дәл осындай екен. И қазір мен бұны госқа селка жүретін боламын, өйткені қазір авторинкқа барып сатқым келіп тұрған жоқ. Лучше госқа селка жүрген жақсырақ. Фамаға Grand Pink деген машинаны алып жатырмын. Қазір бұның көк түсін таңдап алайық. Мінекей енді бұны сатып аламыз. Видеоны ағарай тамашалай беріңдер, өйткені қазір бізде бір әдемі переход болады. Спорт бәрін қойып аламыз осы машинаға. И фамадағы общий машиналарды сендерге көрсететін боламын. И қазір достар 1, 2, 3. Мінекей достар, бұл біздің автопаркымыз. И қазір бізде полный трансфер өтсек, бұл Grand Pink жаңа алған машина, бірақ бұған мен номер таппадым, яғни нормальный бір номер жоқ. И бұның ішінде спорт, нитро, уникс, анау-мынау. И мынау бізде Марк 2, бұл жақта русский номерде. И бұда да тоже спорт, нитросы барлығы бар. И алды-арты полный тонировка жасалған. И достар, мінекей бұл Мерседес Кабан ба, сондай атын толық ұмытып қалдым. И в общем осындай. И қазір бұда да әдемі номер, жалпы 667. И мынау ВМБ, барлығында спорт нитросы, бірақ мына ВМБда комфорт плюс бар. И осылай, егер де Алаш Инфайр фамасына кіргілерің келсе, чатқа ФП и 431 деп жазатын болсаңдар, и мінекей дәл осы жерге метка қойылып беретін болады. Дәл осы жерге келіңдер, мен немесе фаманың балдары қосатын болады. Негізі бізде фамада 3-ші ранг 100 000 рублей тұрады, бірақ дәл қазір кірген адамдарға мен 3-ші рангты тегін беріп жатырмын. И мына жақта мен Акимат фамасында жүрген бір баланы көріп қалдым, и бұған қазір тоқта деп жазып, қазақсың ба, бәрін сұрап көретін боламыз. Фамадағы баламен мен контейнерге келген болатынмын. Мінекей дәл осы жерге қоямыз да, и осындай команданы жазатын боламыз. Load Family деген команда, и осы арқылы сендер ящик жинай аласыңдар. Егер білмейтіндер болса, жайлап репутация жинап жатырық. И мінекей
общем осы ящиктерді апарған сайын бізге репутация беріп отырады. Қазір так бізде уже мынау 5-шісі. И көріп тұрғандарындай бізде дәл осы жерде басқа фаманың баласы келді. Қазір мен оны ататын боламын. Мына жерде достар көргендеріндей барлық оғым далаға кетті. И соңында бір тешкі беріп өлтіріп тастадым. И короче қазір ары қарай ящиктарды жинай беретін боламыз. Бір машинаны фул қылып 50-ін жинап алдық, яғни 50 ящик. Енді біз машинаны алып сразу гаражға аттанатын боламыз. Бүгінгі видео әне міне дегенше соңына да жетті. И бүгінгі видео ұнаса лайк басып арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңдер. И сендерді Алаш Empire фамасына шақырамын. Яғни сендерді Алаш Empire фамасы күтетін болады. Әр кірген адамға 3-ші рангты тегін беретін боламыз. Ал сендермен болған мен Нурик. Бәріңізге пока-пока, чао.